Күн шерфіңіз қайырлы олсын, эфирде заман. Бүгін Қырым ишғалінің 797 күнүдір. Студияда сізлеріні мен Муслим Умеров селямлайым. Түркияның баш назиры Ахмет Давутоғлу истифаға азырлана. Рейтерс агентлігінің хаберіне көре Эрдоған ве Давутоғлының көрушіві нетижесінде саясетчілер үкімран адалет ве инкишаф фырқасының топлашуы ақында анлаштылар. Фырқасының елбашчысы Давутоғлу баш назир вазифесінен терк етмеге азырлана. Фырқасының рейсі ве айны заманда баш назир вазифесіне бір қач намзет көстерілмесі музакире етілі. Олардан бірі Эрдоганның Киеві Берат Албайрактыр. Рейтерсінің мәліматына көре Түркияның президенті Реджеп Тайип Эрдоган парламент системасыны денештіріп, рейс системасыне кечмеге тырыша. Давутоғлу есе президентінің құветлешмесіне қол тұтмай. Оның вазифесіден кетмесі Эрдоганға анаяса денештірмесіне ве ось ерінің қавилештірмесіне yol açа. Ermenistan hükümeti Dağlık Karabağ'a müstakillik tanımanın leyhasını boyunca kararını takdirledi. Olğan hadise Ermenistan ve Dağlık Karabağ arasında olğan müzakerelerinin bağlı. Neticesi ise Mayıs 5 günü Ermenistan Dış İşleri Nazirliğinin toplaşuunda tasdıklandı. Avropa parlamentinde işgalge oğrаған yarım adada Kırım Tatarlarga karşı aq hukukların bozulması hakkında münakaşalar ötkerilecek. Bu mesele Avropa parlamentinin Strasburg şehrinde geçirilecek umumi toplaşıvının kun tertibinde var. Kırım'nen bağlı münakaşalar Mayıs 12'sinde ötkerilecektir. Bugün Ukraynada 18 Mayıs günü biz hepimiz Kırım-Tatarmız haber kampanyası başlamakta. Akция Kırım-Tatarlarının sürgünlüğüne bağışlana şiarı men soykırım başımdan geçirdim. Maksadı ise Ukraynlilerge ve halkara toplulukka halkının faciası hakkında bildirmektir. Mayıs 18 günü münasebetinden Ukrayna haber siyaseti nazirliği 5 video hazırladı. 18 Mayıs Kırım-Tatar sürgünlüğü kurbanlarının anma günüdür. 1944 senesi 180 binden ziyade Kırım Tatarı Kırım'dan Orta Asya'ya sürgün edildi. Kırım'da Mayıs'ın 18'inde mahsus hizmetler Kırım Tatarlarını kabatlap terakt yapabilirler. Bu ile malumatını Kırım Tatar faaliyetçi Erfan Kudusov Beşuyli öz Facebook sayfasında bildirdi. Onun malumatına göre teraktlar Kuybышев bazarında Maskaltso ve Ahmejit'nin büyük ticaret merkezlerinde olabilir. Kırım Tatar halkının facia günü hakkında gelecek 18 Mayıs günde Kırım'da Rusya imperiyası mefküre prizmadan laf edebilecekler. Böyle fıkrını Kırım Reali efirinde meclisinin reis muavini İlmi Umerov seslendirdi. Kırım komünistlerinin yolbaşçısı Leonid Grach'nın sözlerine binaen matem tedbirlerinin yasaklanması Moskva tarafından Kırım meselelerge as olğan dikkatinden mümkün oldu. 18 мая. Если бы что-то вообще там было нормальное и в этой власти, а Москва вообще внимательно посмотрела не через призму Аксенова, а через призму хрупкого межнационального, межконфессионального мира, который в Крыму еще сохраняется, тогда надо было бы сказать, пожалуйста, вы хотите провести на площади Ленина 18 мая? Мы понимаем, что это за дата, насколько она важна для вас и так далее. Проводите. Наверное, проведут какие-то занятия в школе, где будет упоминаться о депортации, но упоминать они будут с точки зрения российской идеологии. Это, в общем-то, очень опасная тенденция, потому что в этой стране все через идеологию войны проходит. Мы уже как-то от этого начали отходить в последнее время. Сейчас мне очень жалко наших детей, которые остались в Крыму и учатся в школах, но это все нам придется исправлять.
Херсон вилетінің Чонгар күйі янында yolda ерлешкен бетон чығырықларының демонтажы башламақта. Блокада фалиетчелері бетон чығырықларыны yolдан алып, юк арабаларға жиялар. Ось көзінен көрген адамларының сөзлеріне көре, епылышларының алмасы Херсон вилетінде олған Меджлис бөлігі тарафындан кечірілі. Ахмежетнің әжеле ярдымы станция хадимлерінің айлықларыны учте біріні кесіп алдылар. Станцияда çalışқан арабажыларының сөзлеріне көре, машларының 30% кесілгені себебінден олар ос ішлеріні ташлап митинглеріні назарлыққа чықмаға азыралар. Әжеле ярдымы идаресі бұ әдесіні пара қытлығынен избатлайлар. Қырым әжеле ярдымы қызметінің бұ сенедегі бюджеті 200 миллион рублеге азалды. Бұны есе ишғалжы Қырым Жумхуриет тіббет ве әжеле ярдымы меркезі муавины Сергей Останкин ифаде етті. Стимулирующие вообще не дали. Получил 4 аванса и 9 получки. Это получается 13 200 получилось. У меня общий заработок. Когда я получал 21, 22, 18 бывало. Но меньше 18 не получал. А это вообще скатились на нет. А зарплата же не только водителям резко упала, она упала и медицинским работникам. У всех нет стимулирующих, 0, начиная от санитаров, водителей, главных врачей и так далее. Для каждой медицинской организации они прописаны свои правила. Скорая помощь получает за застрахованное лицо, действительно. Но не застрахованных у нас масса. Просто катастрофа. И за них, соответственно, денег пока мы не получили. Қырым ишғалжы акиметі ақярның иш адамны 1 миллион 600 бин рублеге, яғни 24 бин долларға жазалады. Иш адамға айт мини отелінде яшаған туристлерні миграцион қызметіне қайды этмегенлері себебінден месулиетке чеккенлер. Ақяр Гагарин районының ишғалжы прокуратурасы тешкүрүф мүддетінде комшу девлетінден келген 4 ватандашының яшамасыны белгіленді. Қырымда қабаржылық севесі ел-елдан артта. Кечкен ел 310 жинайы іш açılды. Бұ көстергіч 14 сенесіне көре %50-ге юкселді. Қабарының миктары 15 доллардан 300 бинге қадар денішейді. Бұ сене тенденция сақланмақта. Тек бірінші чейректе 50-ден зияда жинайы іш açılды. Ең юксек қабар 10 бин доллар әлде етті. Украина пайтақтында Хыдырлес байрамы 7 майыс күні өткерілежек. Тешкілятчылар Қырым еві адлы девлет ишханесыдыр. Оларның сөзлеріне бинаен мусульман байрамы Крымская поляна, яғни Қырым аланы мейданчығында Пасха фестивалі черчевесінде кечежек. Фестиваль есе Киевде Владимир Горкада ерлешті. Хатырлатамыз ишғалге оғраған Қырымда байрам тедбірі 3 майыс күні қайдытылды. Бұл ноқтада енімізні екінлейміз, сізлерге екінлер тілейім. Ейнларымызны қачырмаңыз, атыерлі олыңыз, көрішмек үзіре.